вместе с дымом сигарет сгорает моя душа. Тебя когда-то вновь полюбят, но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит, и где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет, не заживет рана твоя. А кто сказал, что время лечит, и где лекарство от этой боли? Только холод мне тихо шепчет, не заживет рана твоя. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй, Алмаз. и утихнет боль моя. Свет нету. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Шашлык не бро, шашлык. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Kalpak çayını Ғажап біздің Қызылорда облысының жері өте керемет, қараңыздаршы. Міне жасыл аймақ, жасыл орман деген. Бұның барлығы шөп. Суарылады. Біздің көлік балыққа келіп жатырмыз. Өзімізге яғни демалыс жариялап жатырмыз. Жаңағы сіздердің көрген видеоларыңыз жолдағы. Осы жол осы жаққа алып келіп тұр мінекей. Біздің үстімізде рабочий киімдер. О, иісі мына жердің өте бөлек. Ағаларым, ағам сөйлей алмайды. Туа бітті. Ағам өзінің досы. Өте ғажап, таза, керемет, таза ауа. Қараңыздаршы. Бұл біздің қазақтың кең байтақ жер емес пе? Осы жердің иелік ететін азаматтар біз емес пе? Қараңыздаршы.
қандай ғажап, е? Отын алып жатырмыз қазір кешкі ужинға. Бүгін қуырдақ жейміз бұйырса етпен. Қандай қазақтың кең байтақ жері, қараңыздаршы. Бұл біздің Қызылорда облысы. Біздің дәл қай жерде тұрғанымызды білетіндер бар ма? Білім деген жігіттер болса, осы жерде болған азаматтар болса, пікір қалдырыңыздар комментарий астына. Құрметпен Жасбос, Жасұлан Жакупов. Өте ғажап, өте таза ауа. Қараңыздаршы, ешқандай сет жоқ. Өзіңмен өзің. Қандай ғажап, е? Бұл Қазақстанның жері, бұл біздің қазақ елінің жері. Бізге тамақ істеуге жетеді мінекей. Деп алып отырмыз кешкі ужинға. Ағам өте белсенді мінекей. Барынша отын салуға тырысуда. Мінекей біз өте алыс жердеміз, Қызылордадан. Бұл менің туып өскен Қызылордам. Жолымызды жалғастырамыз. Біз осы кезде шөптердің арасында келе жатырмыз. Өмірімде алғашқы рет бұндай жолдарды көруім. Жасбос көзімді көрсетуге тырысады, мағынша қараңыздар. Айналымыздың бәрі шөп. Өте маған ерекше ұнап келе жатыр, себебі бұл жақтың ауасы өте ерекше, айтуға келмейді. Бұл адамдар кейбірі түсіну мүмкін, кейбірі түсінуі мүмкін десе де, бұл ауаны жұтып отырған және мен қасымдағы азаматтар түсінуі мүмкін. Бірақ осында келіп жүрген азаматтарды түсінсе де, білсе де үндемеуі мүмкін. Себебі бұл ауа райы өте ғажап. Ай, далаға келдік. Рахат. Пойыздың жолы жоқ, болмаса айқай-шу жоқ. Қараңыздаршы, қандай ғажап, е? Алыста. Осындай өзіңмен өзің, ешкім сені мазаңды алмайды. Жер туралы, болмаса жаңағы құм туралы, егін туралы, еңбек дауы туралы. Ешкім сені мазаңды алмайды, мінекей. Өте ғажап. Мінекей біз бүгін өзімізге демалыс жариялап отырмыз. Мінекей біздің жататын шатырымыз. Ауыз тұрғанда мінекей иттен ағам жақсы бір тамақ дайындап жатыр. Білмеймін ағамыз не тамақ дайындап жатқан. Ағам өзіне ғана белгілі. Қараңыздар. Әдемі емес пе, е? Айдалада ешкім сені мазаңды алмайды. Рахым аға, көңіл күй қалай? Қызыл болсын. Құлайым солай болсын. Алеш, брат, қалай, жақсы ма бәрі? Өте ғажап. Тамақ дайындап жатырмын деп айтып жатыр. Өкінішке орай ол ағам сөйлей алмайды. Қайығымызда бәріміз дайын. Балық дегесін. Балыққа барақ деп қоймағасын соң, мінекей міне балыққа келдік. 250 шақырым. Шаңмен келді, топырақпен. Бұл менің көлігім. Өздеріңіз білесіздер. Аман болайық, бар болайық. Ел жұртымыз аман болсын. Осындай тыныштықта ешқандай жерден уайымдамай, осылай жақсы өмір сүрейік. Қорқып өмір сүрмейік. Жан-жақтан қашан бомба түседі, қашан ракета түседі деп уайымдамай, жақсы өмір сүру керек біздің Қазақстан. Қазақ елі. Сіздермен мен Жасбос, арнайы көзілдірік үшін Жасұлан Жакупов. Аман болайық, бар болайық, құрметті ағайындар. Біз мінекей осы кезде Қызылорданың ар жағында жүрміз. Қаладан. Айдалада мынандай контейнер бар. Бұл жаққа балықшылар охотаға шыққанда келетін секілді. Жолдамыз, біз жолға кетіп бара жатырмыз. Ар жағында тұрған таблет өз. Біздің көлік. Біздің көлік. Ішім көрейік.
Осы жақта тұр бәрі. Несібеге орай. Жатамын десеңіз, міне жаққа жатады. Дивандар. Бүлдіріп кеткен еді. Пластик терезелері бар. Су болып қойған, алыстан су табылу оңай емес, оны өздеріңіз білесіздер. Қандай керемет таза ауа. Біз осы жерлерде отырмыз, біз шамамен бір 5-6 километр жерде. Ауа райы да өте керемет болып тұр. Дауыс шығарып барадыр, ә? Иә. Ирек ақпыл бәрі. Жалғыз үйрек. Айдалада жүрміз. Қойдың жағасында. Қырдың жері бұл өзіміз бір қазақ елі. Сет жоқ. Қоғамнан тыс ми тынықтырып жүрміз. Көлге кететін жолдар. Контейнерді қойып кеткен Аралбай деген ағамыз. Аралбай аға таспы өттік емес па, я? Арал ма? Аралбай Қозыбақ па? Сайыларымыз ұстаған екен ойы. Болғандар, ә? Көл көрініп тұр ма? Көл көрініп тұр, ә? Дәу ма? Көл, ә? Көлдің аты не сонда? Тел көл ма? Көл деген қандай үлкен көл, ә? Олар жоқ дейсің ғой. Ох ты! Мимо жеңбедік. Такси, тоқта! Жарым. Алыс далада жүрміз. Қазақтың ұлы даласы, кең байтақ өлкесі. Қазақтың жері барлығымызға жетеді. Осы жерді қастерлеп, қадірлеп сұрсақ, соғыстан аман болайық, қайтып Құдай сақтасын. Қазір Алапат ата дірімі жақсы емес. Соғыс сағат 10 болып қалды уже.
істеген осы жолды. Дискіні артына байлап, жүріп жол ашқан. Ой, жаққа жақындадық. Не ашып кетті. Сен тамақ істе. Ап, біз қазір балыққа кетеміз. Көлге қарай өтеміз, қайықпен жүретін боламыз. Біздің қайығымыз тұр. Рахат бір мидың тынығып атқаны қандай бір ғажап десеге. Ауды қарап келдік. Бархан бар, ескекші, мен ау қараушы. Жас бос, арнайы көзілдірік. Қандай ғажап, таза ауа. Үйімізге жақындап қалдық, мына жерде үйіміз бар, біздің кіріп кеткен қуатымыз бар. Балығың Балығым бар екен ғой. Бүгін біздің әзірше түскен күндізгі жылан балық. Қабыршағы өте қалың және екі қарас. Әзірге осы болып тұр олжамыз. Bir сайын түнгі сағат 2-3-терде қараймыз ауда. Қазір сағат 14:14, дүйсенбі 26 қыркүйек. Осы жақтан келдік, мына жақпен осы жақтан ар жағында үлкен көл бар, толқын өте қатты болып тұр. Ал біздің белгіміз пакет байлап кеткенбіз шыққан кезде. Біздің енді өзіміздің үйіміз деп айтсақ болады. Сол жаққа қарай кетіп бара жатырмыз. Шөптердің, қамыстардың арасынан өтеміз. Қамыс өте қалың, қоға бар. Осылардың барлығын қазір жарып өтетін боламыз. Арасына қарай кіреміз. Көмектесейін бұл ордан? Негізінде алмайсыз тұр біздің ақпа кетіп тұрған жер. Ар жағында көршілер дейсің ғой. Аяқпен кешкен ау деймін мен. Қабанның да өзі. Мен қабанның да өзі. Мынау біздің күткілеріміз. Ақ пакет де үлкен. Кіші сары пакет. Ал енді қамыстарды жарып өтеміз. Енді өшіреміз. Өйткені кіру керек арман қарай. Ескекпен есіп тіреп шөпті тартып екі жақпен байлан. Қолдан ұстап өту керек ара өтін.
Al sizin iki karasınız. Жылан балық. Қазір түнде барамыз. Мен бармаймын. Ағаларым барады.